Сәлеметсіздер ме, құрметті менің әріптестерім. Менің есімім Молдабекова Сағым, Жаңабай Құдайбергенов атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Осы аталған мектептің әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары Айберова Жанна Рахымберді қызының қашықтықтан оқыту, жаңаша іс тәжірибе челленджін қабылдай отырып, бүгін сіздерге X рекордер әдіс тәсіліменен бөліскім келіп отыр. Яғни бұл X рекордер әдісі өте қолайлы, жеңіл. Мен өзім бірінші сынып білім алушыларына күнделікті жаңа сабақты түсіндіру барысында күнделікті видео слайд жіберіп отырамын. Маған көбіне көмекке осы X рекордерінің көмегіне көп жүгінемін. Яғни бұл X рекордердің сабағын түсіру үшін сіздерге арнайы видео сабақтардың түсірудің қажеті жоқ. Ешқандай арнайы құралдар сіздерге қажет емес. Тек қана сіздерге өздеріңіздің ұялы телефондарыңызға осы X рекордер қосымшасын жүктеп алсаңыздар болғаны. Яғни осы жүктемені жүктеп алғаннан кейін сіздерде өздеріңіздің телефондарыңызға жүктеп аласыздар. Мен де міне X рекордер жүктемесін жүктеп алдым. Осы X рекордер жүктемесін жүктеп алған кезде сіздердің телефондарыңыздың оң жағында 3 нүкте тұрады. Соның ішінде инструмент дегенге кірсеңіздер, міне инструменттің ішінде снимок экрана деген бар, камера бар және щетка бар. Бұл жерде снимок экрананы мен көбіне пайдаланбаймын. Көбіне пайдаланатыным камера және щетка. Бұл щетканы бассаңыздар, төменгі жағында сіздердің өздеріңізге арнайы карандаш белгісі белгіленеді. Яғни өз сабақтарыңыздың ортасында нақты бір нәрсені атап көрсетіп беру үшін астын сызуға болады. Не болмаса өздеріңізге байланысты толық не айтқыларыңыз келеді, нені нақтылап айтқыларыңыз келеді, соған байланысты сызып көрсетулеріңізге болады. Бұл жердің өзінің өшіргіші де бар, яғни осы өшіргіш арқылы өшіріп те аласыздар. Не болмаса X-ті бассаңыздар, щеткамыз жоғалып кетеді. Содан инструментті басып, щеткамызды өшіріп қойсақ та болады. Бұл жерде арнайы және өздеріңіздің слайдтарыңыз болады. Жүктеп жасап алған, мысалға мендегі мына жердегі слайдтар бар, жүктеп жасалынған. Сол слайдтар арқылы өзіңіздің көрсетіп, арғарай өзіңіз жұмыс жасай бересіз. Үш бұрышты дөңгелек затты басатығын болсаңыз, қазір міне бұлай сюжеттік ойын картасы, яғни өзіңізге жылжыта бересіз, қалай ыңғайлы, солай жылжытап аласыз. Бұл сюжеттік ойын картасы мен көбіне математика пәнінен пайдаланамын. Балаларға өздерінің ойнау арқылы, жеткізу арқылы жүктеліне береді. Менің айтайын дегенім осы. Сіздерге көп рахмет тыңдағандарыңызға. Сіздерменен қоштасамын.